Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте қарапайым, оңай жасалатын күріш ботқасын жасайтын боламыз. Рисовая каша из садика дейді ғой, вот солай болып шығады. Қарапайым жасалады, сондықтан ары қарай көріңіз. Ең бірінші қадам күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Менде мына жақта 300 грамм күріш, және де оған 2,5 есе көп су қосатын боламыз. Су қайнаған ыстық су. Кез келген ыдысқа күрішімізді саламыз. Енді үстіне жаңғы суымызды құямыз. Енді осы этапта тұз қосып, баяу отта пісіретін боламыз. Міндетті түрде бетін қақпамен жауып, 25 минуттай пісіретін боламыз. Бірақ қасында тұрып қарап тұру керек. Байқаңыз, күрішіңіздің суы азайып, жабысып қалмауы керек. Уақытымыз өтті. 23 минут өтті. Енді суымыз тартылды. Енді ақырындап өзіміздің ингредиенттеріміз қоса береміз. Ең алдымен сары майды қосамыз. Енді өз мөлшеріңізге қарай қантты қосамыз. Тұз жетпесе тағы да қосамыз. Енді жай ғана араластырамыз. Енді ең соңында сүт қосатын боламыз. Сүтті де өз мөлшеріңізбен қосасыз. Сұйық болғанын қаласаңыз, онда көбірек. Қою болғанын қаласаңыз, онда азырақ қосамыз. Енді жай ғана араластырамыз. Тағы да мен 1-2 минут қайнатып аламын. Өте оңай жасалады. Ең бастысы күрішті мен езілгенге дейін пісіремін. Міндетті түрде аз отта, әйтпесе күріш суды тез сіңіріп алады, және де астына жабысып қалады. Сүт қосқаннан кейін 1 минуттай қайнатып алдым, себебі менің сүтім тоңазытқыштан жаңа ғана шыққан болатын. Енді жай ыдыстарға саламыз. Мен өте дәмді болып шығады.